Киіз үй қазақ даласында ғасырлар бойы бой көтерген қасиетті мекен. Ол көшпенді халықтың табиғатпен тіл табысқан даналығын, тұрмыс тіршілігін және рухани болмысын айқын бейнелейді. Дала желмен тербеліп, жауынмен үндескен қоңыр үйдің ішінде тарихтың талай парағы жазылды. Шеңбер боймен шөгіп, аспанмен астасқан бұл киелі үй көшпенділер өркениетінің шыңы. Оның шаңырағы күннің көзі мен еркіндіктің символы. Уығы әрбір әулеттің тірегі. Керегесі елдің бірлігі мен беріктігі. Ал есігі қонақжайлықтың қақпасы. Сықырлауықтың босағасы киелі табалдырығы қасиетті саналған. Бұл қоныстың басты ерекшелігі оның жұмырлығы мен жинақылығында. Көшпелі өмір салтына бейімделген киіз үй санаулы уақыттың ішінде тез жиналып, ат арбаға оңай тиелген. Оның бірегей құрылымы ауа айналымын реттеп, жаздың аптап ыстығында салқын төр, ал қыстың қаһарлы суығында жылы пана болған. Бүгінде киіз үй өткеннің жәдігері ғана емес, ол біздің мәдениетіміздің темір қазығы. Тарихтың сансыз дауына төтеп беріп, ұлттық құндылықтарымызды аман жеткізген мәңгілік мұра. Заман өзгерсе де, қасиеті қара шаңырақ әр қазақтың жүрегінде ұлттық болмысымыздың ең биік шыңында асқақтап тұра бермек.